Күн яхшы болсын, аялы ноғайел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар, мен бүгін Новодмитриевка ауылында. Новодмитриевка ауылында, сосы ауылда бір әлемет әйел яшайды, олар Баймабетовлар. Міне бүгінлерде олардың оғлы Азрет Николай ұлы көп адамдарды емлеп аяғы үстіне салды. Мен өзімді онда емлендім. Тап барып Ноғай районынан, Тарымов районынан, Грозненский областан, Шешен республикасынан, қайсы яқтан болса, сол яқтан адамдар оның ұста емлеуіне естіп келіп тұрлар, емлене атырлар. Мен не заттап айтпасым, оның мен анасын, біздің Арубеке авамызды, Салим қызын көп еллардан бері танимын. Ол өзі медицина тармағында 20 жылдан артық құлық еткен. Бұлай қарасаң, ава 70 жасынан өткенде біреуді айтпаяқ. Едесі ол халық емлеулерін өзі құланады. Мен бүгін сізді өзіңіздің әйеліңізде хош көріп аламын. Сізге сөз бермесем, қалай адамдар яс болып тұру үшін, ауырмас үшін не заттар ету керек? Нестер ету керек, өзін қайтып сақлау керек. Соны сіз біздің радио тыңлаушыларға айтсаңыз екен. Амамсыз, жақшамасыз. Дедушка. Әлкірер ол. Радио тыңлаушылары. Мен өзімнен сізге жораймын. Жақшылық, денсаулық. Денсаулықты бажарып құлану керек. Денсаулық бізге Алладан беріледі. Но біз оны игетіп құлламаймыз. Ашуланамыз. Аузымызға не болса соны саламыз. Ызлызынан тоқтаусыз ас ашайдылар адамдар көбісі. Вечерларға затқа барса, бар затты да қатыстырып ашайды. О зат келісті затты ол. Көп су ішпеге тарық. Тазалықты не только қолыңның кірін іште таза оларды адам ішінде көп аурулар болады, аттауы что біз аузымызға көп жаман заттар саламыз. Тиешілі туыл затты да. Ауыздан иіс келеді. О иіс именно внутренний органлардан келеді. Адамдар ойлайды, мен тісімнен келеді деп. Аузын ашқанда доғдырлар алдын аузыңды аш деп иіскелеп қарайтаны доғдырлар. Әлі доғдырлар олай затты етпейділер. Запах зловонный сорта, язык с налетом. Это все от того, что внутренние органы гниют, внутри человек гниет. Чтобы этого не было, надо чистку организма часто проводить. Чистить кишечник, чистить кровь, печень. Все эти органы очищаются, суставы надо лечить. Меня вот выкинули с медицины от того, что я заболела полиартритом, и у меня суставы скрутились, и все, дали инвалидность, и до свидания. Через много лет, когда была, я уже не хотела, я, конечно, смириться со своими болячками, что я инвалид, молодая инвалид. И начала искать средства лечения. Сонымен таптым. Бірінші ішімді тазалаттым. Екінші суставларымды тоздан тазаладым. Тоздан тазалағанда маға бек ару болды. Менің бармақларым түзелді. Менің бармақларым әлі жиналады. Жымырықларым жымырлады. Мен әлі пельмен, оқлау мұнан құлық етіп боламын. Алды мен ол құлықларды бажар алмай дедім. Аяғымды елі басып үйре дедім. Әлі мен Аллаға шүкір 70 жасымда, но мен со заманларда, со 70-тен де артық болып көріне дедім халыққа. Соның үшін неге десең, мен елі үйре дедім. Менің şu Kavkaz'da қайдай курорт бар, бір ерге де елтіген ерім. Бір ерде де маға себеп табылмады. Бір кішке улучшение болады, конечно, но полностью мен выздороветь ете алмадым. В первую очередь, со чисткалар көмек етті. Екінші маға АПЛ дарманы. Бек әру көмек етеді, любой аурудан тек оның затын білу керек. Қайтып ішпегеттер, қайсы заман, қайсы затты ішпегеттерін. Валикулем, потом разберем, болмайды. Оны обязательно надо медицинский работникпен посоветоваться етіп, ауруын бағасына көрі ішпегеттерін. Но көмек етуін 100% көмек етеді. Бек әру көмек етеді.
Бәр аурулардан нервыдан. Нервы неден болады? Біреулер шыдамсыз, бек шыдамсыз. Үйлерінде ашуланып, қаты сөйлеп бір-бірісін жүректерін ауыртып тұрады. Сөзлер, жаман сөзлер әдемі шарқын бұзады, көңілін бұзады. Сон ұшынға да бір-бірін аяулап яшаматыр. Даже балаға да әрдейімді сілкілемеге ярамайды, егі сөздер айтып, егі даже ақырсаң да көзіне қаратып бір кер айтпатыр. Сен мені естесің ме? Сен мені тыңладың ма? Аңладың ма деп. Они шлепать по голове или там по попе. Қайта-қайта қышқырмай. Қайта-қайта қышқырмай. Өзіңе де яман, и балаға да яман. Бала аңламайды. Бір заманда аналар, аталары бір затты да еттіртеді, бір затқа да ақырмайдылар. Настроениясы болмаған заманда бір малейший зат үшін сілкіліп, ақырып сөйтіп тұрады. Өйтіп ярамайды. Балады жігерсіз етесіз. Соны жынға мен әрдейімді айтамын. Школада, допустим, балалар тыңлаусыз бір зат опан-сопан. Или ларекқа барады, мороженое ашайдылар, қапыдың қырына шығып уақытта қағыдын атып ерге тастап қояды. Но о бала үйде, значит, сондай етеді. Любой затты балаға үйрету керек. Міне қағытты жеріне сал, балам. Ерге таслама. Сондай етіп өскен бала, ол үлкен болғанда да сөйтіп етеді, дүниясына да сөйтіп қарайды. Целлофановый пакеттер орамда ер-ерді жүреді. О, опять-таки, әдемнің ішіші, әдемнің құллығы. Үйінде үйренсе, жинап өзінің артынан целлофанкада неді. О затлар бір затта янаған затлар. Даже балаларға атасын, анасын заманы жоқ болса да, міне мусорный ящик, міне мұнда таслайсың, шығарып яғасын балам. Сондай құллықты біздің школада оқиған балалар бәрде етіп болачы. Біз көктен түскен жоқпышы, неге біздің жан-жағымыз бәрде мусорда, бір затта гниет, бір затта иіс болып тұрады. Соны үшінға өзің ішіңді де тазалама, өзің үйіңді таза болсын. Бала қолын жуған заманда ата-ана тербиялама атарақ. Қолын суға малып уақытта тастамалға сыпырып қойды ма, тазалап жуды ма. Мен 10 жыл медицинский работник болып, детсадта ішлегенмін. Сол заманда мен балаларды тазалаттырып, жудыртып, міне, су таза болды ма, оттағда и ваши руки чистые. Если су әлді кір болса, значит, сіздің қолларыңыз да әлі нас. Біздің көп наслығымыз ішімізге кетеді, қолларымыздың кірлігінен. Дағы не деп айтайым? Екінші зат айтқым келеді, ол тазалық. Екінші зат айтқым келеді, движение. Доғдырлар айтады, жүрегің ауырайды, қозғалмай ятып тұр, қозғалмай ятып тұр. Қозғалмай ятып тұрған әдемнің 5 тамыр бойы босайды, етлері босайды. Ет босаса, тамырларды қан жүгіртпаға болмайды. А тамырлардың ішінде тоже клапалар бар. Олар тоже қозғап, аяқтың астынан жоғарға басқа дейім қанды юыртатаған клапалар бар. Солар ішлемесе застой болады аяқта. Застой болса отек болады. Отектан тромбофлебит болады. Тромбофлебиттен некроз болады. Яра болып тесіліп бір затта. Это все от того, что печень уже грязная, печень уже не справляется со своей чисткой. Соны шынға солай выпад плазмы под кожу. Из-за этого отеки, из-за этого все. Точно так же и в суставах. Суставы от чего болят? Мало двигается, мало этот, и соли. От того, чтобы трения, чтобы не было, организм выделяет жидкость. Если этой жидкости не хватает, он еще больше жидкость выделяет, потому что сустав смещен с места. А чтобы это место заполнить, организм выделяет жидкость. Это называется бурсит. А у нас что, врачи выкачивают эту жидкость, туда налили другое лекарство, и все. Тебе этого хватает на полгода, на год. Это не оздоровление. Временное облегчение. Это временное облегчение. У нас под ногами растут очень много трав. Лопух, хрен, имбирь, ромашка, подорожник, не давайте, малина, смородина, бәр затында япырақларды, ягодаларды ярайды. Біз әлі көп әдемлер үйренген шай шаппай, пакет мұнан шай алып, сонынан шай етпеге. О да бек яман зат. Оларды ішкеннен сау яз япырақларды жинап, пахучий япырақлардан жинап, заваривать етіп ішіңіз. Острый затлар обязательно шаматыр.
Қызыл бұрышта. Вот, қызыл бұрыш, сарымсақ, соған постоянно болматыр столдың үстінде. Бұрын біздің ата-аналарымыз со аспынан ашып, ішлерін тазалағанlar. Ішеген адамдар, конечно, заспиртованный, олардың ішінде лишних этих не бывает, они не гниют снутри. А вот ішпеген адамдарда все это гниет. Пища плохо переваривается, отрыжка, запор, не давай там сахарный диабет, потому что поджелудочный уже плохо работает, не справляется. Поджелудочная железа выделяет ферменты и гормоны. Ферменты это панкреатин, туда-сюда. Вот. А гормоны это инсулин. Если вот инсулин, bizim организмімізде етеді инсулин, просто ол не усваивается нашим организмом. Клетками не усваивается инсулин. Из-за этого организм просит, давай мне сахар, давай мне инсулин, давай мне инсулин. А поджелудочный выделяет инсулин, а в крови-то его много, а в организме в целом не хватает. Чтобы этого не было, надо лечить полностью ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Вот с одного другая болезнь начинается. Поэтому цепочка, не надо только желудок лечить, а поджелудочный не лечить или кишечник не лечить, это не выход с положения. Надо в комплексе лечить. Чистку организма сделайте, сосуды вычистите, и все будет хорошо. Абай сіз тұрған бір барам бәрінде тұрған бір әлімсіз бек қызықлы бір әру. Мен ойлаймын сізді бүгін біздің радио тыңдаушылар бек қуанып тыңдай отырғандыр деп. Бек қызықлы. Вот это апеловский дармалар маған бек көмек етті. Мен уже второй год ішемін. Мен мына суставларымды тузларын тайдырғаным, я пила этот лавровый лист. Завариваешь, кипятишь. Неше адамға да айтқан 5 грамм лаврового листа, 300 грамм воды, 5 минут кипятишь, настаиваешь всю ночь. Ертең со 300 грамм суды, если аз болса, еще доливаешь 300 грамм. В течение дня пьешь. Малыми глотками, потому что если вдруг соль начнет двигаться, бір-бірісіне мешать етіп, сосуд может не выдержать, лопнуть. Из-за этого надо малыми глотками пить и длительно. 3 дня пьешь подряд, 3 дня перерыв делаешь, опять 3 дня пьешь. И в это время надо много воды пить, чтобы соли быстро-быстро выходили. Во всем нужна мера. А обязательно утром надо теплую воду пить. Не стакан, 4 стакан, да? И стакан желе су, прям не обязательно кипяток, но желе су, не холодное, чтобы тело назад. Даже чуть можно тело нам раз погорячее. Ішті юмарық та, бетті юғанды. Ішті юматар. А лицо надо всегда мыть прохладной водой, холодной водой. Вот намаз қылған адамдар, олар біледі. Олар всегда суық сумен дәрет алады. Вот, вся это. Абай қалай әру масихатлар бердіңіз бүгін, бір әру маслағатлар бердіңіз? От того, что вот зубы чистит или зубы удаляет, это не выход с положения. Мен неше адамды көргем, неше мамашаға да айтқанмын. Почему вы ребенку зубы удаляете? Лечите зубы. Потом же десна сядут, и трудно будет потом коронки вставлять. Ай, ауыртып тұрады, соны делап отырғаннан тайдырып тастайық деп. Вот сондай случайлар нешеуді болған. Әрі өтіп балатты, яскөлерді бәрі заман-заманымен дұрыс емлеу керек. Дұрыс еті воспитывать ету. Ем тербиялау керек. Көп сау болыңыз, Абай, бек қызықлы еді сізді бүгін тыңлама.